Отырмыз ғой тақырып қылып. Декларацияда табысын жасырған мемлекеттік қызметтер кімдер? Ондай мемлекеттік қызметкерлер болды ма арасында? Өздеріңіз білетіндей, салық заңнамасында 630 бап бойынша осы жалпыға бірдей декларациялау кезең-кезеңмен жүзеге асырылып бөлген, 4 кезеңмен. Яғни бірінші кезеңде ол жауапты мемлекеттік атқаратын адамдар, сондай-ақ теңестірілген адамдар, Сол жерде болды ма? Жоқ, енді қазіргі таңда. Қазір ол жасыру мүмкін емес. Өйткені 2025 жылдан бастап бізде салық жалпы мониторинг, камералдық мониторинг жүзеге асырылатын болады. Елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасымен осы тәуелсіз мемлекет ТБ-ның ішінде алғаш болып Қазақстан Республикасы жүзеге асырылды. Осы практика жүзінде Европамызда бірнеше мемлекеттерде бар, бұл практика жүзеге асырылып жатыр. Сондай-ақ Америка құрама штаттарында бар. Жалпы мақсат қаржы министрлігінің жалпы бұл мақсаты көлеңкелі экономикаға, сондай-ақ жаңағы Қазақстан мемлекетінен заңсыз алынып шығарылған активтер қайтадан осындай әшкерелеу. Қараңызшы, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастадық дедік қой, жауапты мемлекеттік лауазымды, осы жерде бас айту керек, лауазымды қызмет атқаратын адамдар және олардың жұбайлары жасырды ма деп сұрап отырған себебіміз, олардың ішінде лауазымды тұлғалардың шет елдерде көптеген сіз бен бізге мүмкін тіркелмеген активтер болды. Ол жасыратын нәрсе емес. Бар, активтер бар. Түсінікті, мемлекеттің ішіндегі тіркелген мүлкін, басқа да дүниелерін сіздер көретін шығарсыздар. Сіздерде база бар шығар. Ал енді шетелдегі мүлкін жасырды, жасырмаған сіздер қайдан білесіздер? Ол 2025 жылдан бастап айтып отырмын ғой сізге, толық камералдық бақылау жүзеге асырылады. Оған дейін 21 жыл тапсырды ғой. Қазіргі уақытта сол бірінші мемлекеттік қызметшілердің көбісі тапсырды. Соған байланысты қазір енді қосымша декларация тапсырып жатыр. Қазір көп мемлекеттік қызметшілер, лауазым атқаратын үлкен билікте отырған ағаларымыз бар. Мәжіліс, сондай-ақ мәслихат депутаттығына үміткер ағаларымыз қазіргі таңда жасырғандарын көрсетіп жатыр. Қосымша тапсырып жатыр. Неге? Өйткені сіздердің ықпалдарыңыз болды ма бұған? Әрине, ертең КОАП дейді, Кодекс административных правонарушений, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 272 бабы бойынша бірінші кезеңде біз хабарлама береміз, ескерту береміз. Сосын ары қарай 15 МРП, 30 МРП, солай айлық есептік көрсеткіштер, штрафтар өсе беретін болады. Міндетті түрде сыртқы істер министрлігі мен қаржы министрлігі бірігіп, ертең 25 жылдан бастап осы жүйені қолға алады. Қараңызшы, қаржы министрлігінің тағы да өзіңізден сұрағым келеді, нақтылап. Мемлекеттің ішіндегі тіркелген мүлік тағда басқа банктегі қаражатқа мүмкін сіздердің қолдарыңызда бір ақпараттар бар шығар, база бар шығар. Ал енді шет мемлекеттерде, мысалы Біріккен Араб Әмірлігі, әсіресе Дубайда, Лондонда, басқа да Еуропа елдерінде, сосын мынау әртүрлі не деп айтушы еді, оны есіме түспей тұр қазір, мемлекеттерде тіркелген мүлкі бар азаматтарымды қалай білесіздер? Сіздерде біздің мұндай мүмкіншілік бар ма? Шет мемлекеттен ақпарат алу туралы, Қазақстан азаматтарының мүлкі туралы? Мүмкіндік бар, әрине. Қазіргі таңда біз тек Қазақстан Республикасындағы осы мемлекетіміздің ішіндегі активтерді толық біле аламыз. Ол ақпараттар бар, кімде қандай мүліктер бар, кімде қандай көліктер бар, қаншама қаражат бар банктік шоттарында деген секілді ол ақпараттар бізде бар. Жалпы 250 нысан активтер мен міндеттемелер деп аталады, ал 250-ді тапсырып болғаннан кейін келесі жылдан бастап 270 нысан тапсырылады, жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларация. Ол Қазақстандағы активтер табысы, ол ішіндегі жалпылама барлық қосылып алынады. Ал шетелдегі қазір бізде жоқ. Қазіргі таңда өткені қаржы министрлігі мен сыртқы істер министрлігі осы жөнінде ертең жалпылама бүкіл мемлекеттен, өзге шет мемлекеттерінен сұраулар жолданатын болады. Кімде қандай виллалар бар, яхталар бар, самолеттер бар деген секілді сол кезде шығатын болады бұл.
2025 жылдан басталады. 25 жыл. Иә, өйткені 25 жылға дейін оны сатып, басқа жоқ, енді қазір кезең-кезеңімен ғой. Бірінші мемлекеттік қызметшілер, қазіргі таңда енді квази мемлекеттік секторлар осы эфирді пайдаланып, құрметті Астана қаласының тұрғындары, мынау қазір балабақша болсын, мектеп, мұғалімдер болсын, қазіргі тапсыратын екінші кезеңді көбісі білмей жатады. Екінші кезең осы 23 жылдан басталады. Оған балабақша бірінші қаңтардан, иә? Бірінші, осы ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан бастап, жалпыға бірдей декларациялау екінші кезеңі басталды. Иә, бұл Астана қаласы емес, енді бүкіл Қазақстан бойынша ғой. Қазақстан бойынша, иә. Кімдер тапсырады? Бұған кімдер тапсырады? Бұған балабақшадағы қызметкерлері, мектеп қызметкерлері, мұғалімдер, жоғарғы оқу орын қызметкерлері, сондай-ақ мынау ұлттық компания, корпорация, жаңағы холдинг дейді ғой. Солардың жаңағыдай сол қызметкерлері тапсырады болады. Яғни жаңағы емхана, аурухана, больница бүткілі кететін осы. Яғни мемлекеттен қаржыландырылатын мекемелердің барлығы. Иә. Соның қызметкерлері тапсырылады. Бюджеттен қаржыланатын бюджеттік қызметкерлер тапсырады. Тапсыру мерзімі, декларацияны тапсыру мерзімі қағаз түрінде 15 шілдеге дейін тапсырасыздар, ал электронды түрде 15 қыркүйекке дейін. Енді ол алдыңғы 230 нысандағыдай емес, қазір тапсыру мерзімі 9 айға ұзартылды. Сіздер ойланып, толғанып, асықпай тапсыруларыңызды сұраймыз. Өйткені Астана қаласында қазір 4 аудан бар. Сол 4 ауданның өзінде де тұрғылықты жері, тұрғылықты келу орны бойынша тапсырады адамдар. Соның өзін шатастырып жатады кейде. Алматы ауданының коды 6202, Сарыарқа 6203, Байқоңыр 6207 және Есіл ауданы 6205. Бұл не? Сіз айтып отырғаныңыз қазір? Салық органының коды. Адамдарды осы эфирді пайдаланып айтып жатқан себебім, көбісі қателесіп жатады. Сосын өзге өңірлерден бізге телефон арқылы сұрап жатады. Осы кезеңді пайдаланып отырып, біз мынау Қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитеті, сондай-ақ Астана қаласы кірістер департаменті, аудандық кірістер басқармалары әр аптаның сәрсенбі күндері біз Zoom, сондай-ақ Instagram арқылы тікелей эфир сұрақ жауап ретінде халыққа көмектесу мақсатында қалай тапсыру керек, осы жолдарын, бағыт-бағдарларын біз үйретеміз. Мекемелерге барып та жатырмыз, ұлттық компания, Самұрық, үлкен-үлкен мекемелердің. Бірақ біздің таралымымыз республика бойынша, сондықтан бізді көріп отырған көрермендер ойлап қалмасын, бұл тек Астана қаласының тұрғындары ғана тапсыратын дүние емес. Бұл барлық республика бойынша республика аумағындағы бюджеттік мекемелердің қызметкерлері тапсыратын декларация. Яғни декларацияның соңғы тапсыру уақыты 15 қыркүйекке дейін тапсыру керек. Одан кейін егер тапсырмаған жағдайда біз жаңа хабарлама жібереміз. Бір айдың ішінде орындалмаса, сіздердің банктік шоттарыңыз бұғатталатын болады. Сол себептен ертерек әрекет етіп. 16 қыркүйек күні біздің сіздердің есіктеріңіздің алдында біраз адамдар тұруы мүмкін, осыны ескертіп қояйық, алдын ала. Қалай тапсырамыз? Тапсырудың жолдарын айтыңызшы бізге. Тапсыру жолдары салық, аудандық кірістер басқармалары аудандық кірістер басқармаларына келіп тапсырсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің мынау ұялы телефон, кәдімгі ұялы телефон, телефоныңызға Play Market App Store арқылы Е-салық азамат мобильді қосымшасын жүктеу арқылы тапсырсаңыздар болады. 2-ақ минут уақыттарыңызды алады. Болмаса ЕГОВ электронды үкімет порталы, кабинет налогоплательщик дейді, кабинет салық KZ арқылы тапсырсаңыздар болады. Жоқ, жақсы, Е-салықты айтайық. Мысалы, Е-салыққа кіреміз. Кірдік, авторизация жасатасыз, өзіңіздің иініңізді, әр телефон жеке тұлғаға иініне жеке сәйкестендіру нөмірі дейді, соған белгіленіп қойған. Мысалы, иініңіз, ЖСН-іңізді тересіз, сіздің өзінің аты жөніңіз, данныйыңыз шығады, сол арқылы авторизация тіркелесіз да, сдать декларацию, декларация тапсыру. 250 нысан. Екінші кезеңдегі азаматтар мен азаматшалар үшін міндетті түрде декларация түрі бастапқы. Первоначальный. Сіздер көбісі шатасып жатады очередной кезекте. Олай емес. Бұл жаңа нысан. Бұл кіреберіс нысан. Входной декларация дейді ғой. Бір сөзбен айтқанда. Осыны бір рет тапсырасыздар да, ал қалғанға кейін жылдары 270 нысан тапсырасыз боласыз. Яғни биыл 250 нысандағы декларацияны тапсырамыз. Солай ғой? Міндетті түрде, әрине. Әсіресе бізде дәрігерлер көп, мұғалімдер көп, солай ғой? Балабақша қызметкерлері бар, кітапханашылар, Астана қаласы бойынша бірінші кезеңдегі мемлекеттік қызметшілер және олардың жұбайы 70 мыңға жуық адам тапсырды. Енді екінші кезең, мынау енді бюджеттік адамдар, сондай-ақ квази мемлекеттік дейді, сектор адамдары
жалпы осы екеуін қосқанда осы жылы ағымдағы жылдың 15-не дейін 320 мыңға жуық адам тапсыру керек болады. Қазіргі таңда статистика бойынша біздің соно дейді, неміз бір ақпараттық жүйе. 42 мыңдай адам тапсырды, ол өте аз. Өйткені ақпараттандыру халықтар қарамай ма, жеке тұлғалар, мысалы, әркім енді жұмыс бастылық дейді, азынан кешке дейін мүмкін жұмыста болуы мүмкін, жаңағыдай. Жоқ, расында бұл жайында ақпарат аз. Декларация тапсыру туралы ақпарат аз. Ол бойынша келісеміз. Өйткені біз кеше мысалға Казмедиада телевиденияларға да шығып айтып жатырмыз, бірақ қазір көбісі телевизорде көре бермейді, уақыт жоқ. Түсінікті, қараңыз, декларацияны бұл міндетті декларация. Қаласаң да, қаламасаң да тапсырасың, өйткені 16 қыркүйек күні сіздің жеке есеп шотыңыз бұғатталып қалуы мүмкін. 15 қыркүйектен кейін хабарлама жібереміз, бір ай, сосын 16 қыркүйектен бастап сіздің дербес ағымдағы шотыңыз, банк шоттар бұғатталады. Яғни сіз айлық аламай қалуыңыз мүмкін. Әрине. Енді қараңыз, бұл жерде бұл декларацияда не толтырамыз? Не толтырасыз? Декларацияда категория дейді, санаты. А санаты ол мемлекеттік қызметші болсын, жаңа квазимемлекеттік бюджеттік мекемелерге жұмысқа орналасып жатқан адамдар болмаса, жаңағыдай депутаттыққа кандидат адамдар А санатын белгілейді. Егер мысалға сіз самұрық қазынаға жұмысқа орналастыңыз, қазір енді наурыздың айының 6-сы, сізге бұйрық 6-сымен шықты, бірақ сіз А санаты 01 наурыз 2023 жыл салықтық кезең 23 деп толтырасыз. Аты жөніңіз, телефон нөміріңіз, электрондық мекен жайыңыз, сосын міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы резидент деп белгілейді. Сондай-ақ сіздің жұбайыңыз шетел азаматы болатын болса, бейрезидент, жұбайыңызды тапсырады, ұмытпаңыз. Жұбайлары? Шетелдік. Мұғалімдердің, дәрігерлердің де жұбайлары тапсырады. Міндетті түрде, мысалға, жұбайыңыз Өзбекстан азаматы болсын, мысалға Африка басқа елдің азаматы болса да, америкалық азамат болсын, ол кісі де тапсыруға міндетті. Сонымен ол С бөлімінде, яғни 12 тармақ бар. Бірінші тармақ жаңағыдай, шет мемлекетте көлік құралыңыз бар ма, шет мемлекетте жылжымайтын мүліктеріңіз бар ма, шет мемлекеттегі банктердегі айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша қаражатыңыз бар ма, немесе жаңағы инвестициялық алтын, зияткерлік меншік, авторлық объектілер сияқты дерек көздерді көрсету қажет болады. Тек шет мемлекетке қатысты? Жоқ, шет мемлекетке қатысты жаңағыдай жылжитын, жылжымайтын мүліктер. Бұл бір бөлімдегі, С бөліміндегі ақпарат. С бөліміндегі бастапқы 3 жаңа тармақша дейді ғой. Жылжитын, жылжымайтын мүліктер, жаңа көлік құралдар, әуе және теңіз кемелері, жер учаскелері, жер үлестері, шет мемлекетте қандай сіздің дүние мүлкіңіз бар, соның бәрін көрсетулеріңіз керек. Ал егер Қазақстанда болатын болса, бағалы қағаздар, шет мемлекеттегі де, және Қазақстандағы да. Сіз айттыңыз ғой, жаңа С бөлімі дедіңіз. Бұл бөлек бөлім, Қазақстандағы елдегі бөлімінде бар жоқ 12 тарау, 12 сұрақ, жаңағыда 12 бөлім. Сол 12 бөлімде барлығы көрсетілген. Образец заполнения дейді, толтыру үлгісі бар анда. Жоқ, ол түсінікті болды. Ал енді Қазақстандағы бұл бөлек бөлім. Дұрыс қой? Әлде сол бәрі бір бөлімде тұр ма? Сол бәрі бір бөлімде. С бөлімінде, сол жаңағы төртінші мысалға ДДУ дейді, жаңа мысалға сіз BI Group G-Parkте үлестік жаңағыдай келісім шарт бойынша сіз черновой жаңа үйге мысалы 10 миллион ақша құйып қойдыңыз ба, оны көрсетесіз. Көрсеткенде біз қалай көрсетеміз? Мына компанияда, мынанша договор, келісім шарттың нөмірі мынау, келісім шарттың нөмірін көрсетесіз, қанша ақша салдыңыз, соны көрсетесіз. Жаңа застройщик дейді ғой, құрылыс компаниясын, соның жаңа бейінін көрсетесіз. Сондай-ақ мысалы инвестициялық алтыныңыз бар ма? Қазақстанда немесе шетелде. Бағалы қағаздар бар ма? Қазақстанда немесе шетелде. Бағалы қағаздар акциялар, акциялар, бағалы қағаздар, құнды қағаздар, немесе жаңағы пай үлестері деген секілді. Солардың барлығын көрсету керек болады. Сондай-ақ жаңағы жеке тұлғаның біреулер алдындағы қарызы, немесе басқа тұлғалардың осы жеке тұлға алдындағы қарызы. Мысалға айталық, менің Қанат деген нағашы ағам бар, сәлем жолдап қояйын. Сол кісіге мысалға мен 2022 жылы 10 миллион ақша бердім қарызға, нотариалды куәландырылған кәдімгі келісім шарт бойынша 3 жыл мерзімге сізге 10 миллион қарызға ақша берсем, осы 253 нысанда көрсету керек болады. Жоқ, ол жерде мәселе бізді көріп отырған халықтың ішінде жаңаға қарызға ақша алдыңыз, қарызға ақша бердіңіз, соны көрсетесіз. Жоқ, ол жерде қалай көрсетіледі? Мысалы,
аты жөні, фамилиясы, сумма көлемі, нотарияландырылған жаңағы келісімшарт жасаған нотариустың жаңағы аты жөні шығады, бейін шығады, сондай-ақ жаңағы кредитор, дебитор дейді ғой, қарыз алушы, қарыз беруші. Солардың аты жөндері, иіндері тұрады. Сосын жаңағы қанша көлемде ақша қаражат бердіңіз, немесе қанша көлемде ақша қаражатын алдыңыз. Жақсы. Соны көрсетеді. Сондай-ақ жаңағыда үлестік переданное доверительное управление дейді. Қандай да бір нежилое помещение, айталық қандай да бір мүлік, қандай да бір дүкенге мысалы, дүкен ашуға біреуге жалға беріп қойдыңыз, мәселен. Бір помещение дейді, сіз арендаға берсеңіз, доверительное управление, соны көрсетесіз. Үлестік жаңағы берген жағдайда. Бір туысыңызға болсын, болмаса жаңа бір жеке тұлғаға, заңды тұлғаға берген жағдайда. Және атыңызда тіркелген барлық мүліктерді көрсетесіз осы жерде. Жоқ, Қазақстан Республикасында жылжитын және жылжымайтын мүліктердің көрсетудің қажеті жоқ бұл декларацияда. Ол ақпарат бізде бар. Егер жоқ, азамат, менің 50 мың гектар Түркістан облысында жаңа шаруа қожалығына байланысты менің жерім бар. Осындай, мысалға, Астанада мынандай жерде виллам бар деп айтатын болса, онда жеке тұлға өз қалауы бойынша көрсетуіне болады. Оған ешқандай шектеу жоқ. Бірақ ол үшін сіз жаңағы арнайы бағалау компаниясынан жаңа оценка жасату керек болады. Түсініңіз бе? Сондай-ақ жаңа қымбат тұратын бағалы құнды, мысалы, бір бірлігі үшін сіз айталық Әбілхан Қастеевті мысалға $50 мың жаңа суретін алдыңыз, болмаса жаңа Пикассо дейді ғой. Болмаса бір бриллиант бар шығар, мысалы, үйіңізде бір гауһартас бар шығар. Бір құмыра бар, сізде айталық бір $30 мың тұрады. Немесе жаңағыдай Дубайға барып келдіңіз, қазақтар өз білесіз қой. Мысалға шуба алып келетін мысалға, оны міндетті түрде жаңағы оценка жасату керек болады. Енді чегін бәрін сақтап жүріңіздер демей, өз қалауы бойынша көрсетеді жаңа декларацияда. Өйткені ол қымбат тұратын, мысалы, асыл тасыңыз ертең 5 жыл өткеннен кейін сіз, мысалы, мемлекеттік қызметшісіз, айлығыңыз бар жоғы жаңа мизеріне 200 мың алатын болсаңыз, ертең 5 жылдан кейін сіз анандай вилла алып атсаңыз, біз сұраймыз сізден. Так, бергеніңіз. Сіз айлығыңыз мынандай мүлікті қайдан алдыңыз? Сұрақ туындайды да. Сол кезде сіз дәлелдей алуыңыз керек. Сіз дәлелдей алуыңыз керек. Менің гауһартасы бар еді, ол алғашқы бірінші активтер мен міндеттемелері туралы декларацияда 250 санда мен көрсеткен, мынандай бриллиант 16 карат. Түсінікті. Енді қараңызшы, менің мынанша мөлшерде үйімде жаңа банкіде сақталып тұрған ақшам бар еді деп қанша мөлшерде ақшаны көрсете алады? Банкте сақтаулы... Жоқ, үйдегі банкі. Үйдегі, шұлықта дейікші жарайды, шұлықта. Сейфтегі, қалтаңыздағы, жаңа әжеміздің сандықта тұққан жүншілігіндағы ақшаларыңыз, налички дейді ғой енді. Предел 10 мың МРП. Бір МРП қазір осы жылы 3450, сіз бар жоғы 34 миллион 500 ғана көрсете аласыз. 34 миллион 500 мың теңге бар деп көрсет аласыз. Ал одан асқан қаржысы максимальный предел, шектеу сол ғана. Егер ол ақша емес, жаңағыда бізде Қазақстанда бай азаматтарымыз көп. Олар айтады, ол ақша емес дейді. Мен өткен бір-екі жерге барғам, компанияларға барғам, осыны түсіндіру жұмыстары. 34 миллион ақша емес қой дейді. Онда біз айтамыз, кез келген екінші деңгейдегі банктегі счеттарға саласыз. Ол айтады, мен банкке сенбеймін дейді. Мұндай жағдайда? Банкке сенбесеңіз, өзіңіздің әке-шешеңізге бөліп беріңіз. Олар 2025 жылы тапсырады. Немесе бала шағаңызға бөліп бересіз. Жасыру мүмкін емес. Түсіндіңіз бе? Түсінікті. Осы президентіміздің бастамасымен негізгі бұл 15 жылдан бері кешіктіріліп, кейінге шектеліп, Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен 2019 жылдан бастап, енді 2021-де басталды да, сонымен қазіргі осы жүйе іске асырылып жатыр. Түсінікті. Көп рахмет. Жақсы мәліметтер бердіңіз, жақсы мағлұматтар бердіңіз. Екінші кезең 2023 жылдың 1 қаңтарынан басталды. Біз көріп отқан көрермендерге тағы да қайталап айта кетейік. Және 15 қыркүйекке дейін
электронды түрде. Электронды түрде сіздер міндетті түрде осы декларацияны тапсыру керексіздер. Иә. Бұдан қашып құтылу мүмкін емес. Өкінішке орай, мүмкін қуанышқа орай, кім білсін. Сондықтан, егер тапсырмасаңыздар, жаңа өзіңіз айттыңыз, хабарлама келеді, айыппұл салынады, есеп шоттар бұғатталады, қағаз жібереміз үйлеріңізге, соны шақыртамыз. Болмаған жағдайда принудительный дейді ғой, мәжбүрлі түрде. Ең бастысы бұл не үшін екенін айта кетейік. Бұл еліміздегі жемқорлық мәселесін, сыбайлас жемқорлықты тамырына балта шабу үшін. Сондай-ақ көлеңкелі экономикалық, сондай-ақ Қазақстанның бүкіл байлықтарын сыртқа заңсыз әкетуді тоқтату мақсатында жасалып жатыр. Жақсы. Көп рахмет өзіңізге. Ардақтағайын, өздеріңізбен ертең жолығамыз, аман есен болыңыздар.